Рахмет, енді әрі қарай көрсетпей қойсаңыздар да болады. Енді 3-4 күннен бері бұл видеоны көрмеген адам жоқ шығар, қатты талқылау болып жатыр. Қазіргі қарапайым түсінікте самосуд деп аталады ғой. Самосуд негізгі заң бойынша тыйым салынған нәрсе. Жалпы самосуд деген кәдімгі жүріп кетіп жатқан адамды өзі жазалаған сияқты қылмыстың түрі. Тек қана бір-ақ жағдайда ғана қылмыскерді оған күш қолдануға болады. Егер де бір-ақ мақсатпен болса, оның қылмыс жасағанын көріп тұрып, полицияға тапсыру мақсатында. Ол тапсыру мақсатында ол адам жарайды менде бара қойын полицияға демейді, ол қарсылық көрсетеді. Сол кезде күш қолдану мүмкін. Сол кезде бір мұрны сынып қалу мүмкін, қолын қайыру мүмкін. Осындай кезде жаңағы адамның әрекеті қылмыс емес. Қалған жағдайда өзі өш алу үшін, самосуд жасау үшін, тағы бірдеңе жасау үшін, үйге апарып сабау үшін, немесе ішінде шықпай жатқан энергияны бір шығарып алу үшін болатын болса, оның барлығы кәдімгідей жазаланатын қылмыстың түрі. Және ол негізінен бұзақылық ниетпен болуы ықтимал. Өйткені себебі ол ауырырақ жазаланады. Ал енді әлеуметтік салдары өте жоғары. Өйткені себебі осылай самосуд кете береді деген сөз, бұл дабыл екенін бәріміз біліп отырмыз. Яғни біз бір оқиғаны айтып тұрған жоқпыз, жалпылама оқиғаны. Қазіргі қарапайым түсінікте самосуд деп аталады ғой. Самосуд негізгі заң бойынша тыйым салынған нәрсе. Енді не айтқысы келіп тұр осы арқылы? Қоғамда самосуд болсын, рекет болсын, қай уақытта болады өзі? Мына мемлекеттік органдар дұрыс жұмыс істемегенде, полиция өзінің қызметін атқармағанда алады да орнына қоғамның ішінен соның функциясын атқара бастайды. Дабылды біз уақытында алуымыз керек.